Мына видеода тіл туралы айтқым келіп отыр. Мысалыға алатын болсақ, Қазақстанның территориясына 5 Франция мемлекеті сыяды деп айтады, яғни 5 есе кіші. Дәл сол сияқты, мысалы, Францияның территориясындай территория ол Германияда бар. Ол жерде, мысалы, халықтар өте тығыз бір-біріне орналасқан, бір-біріне жақын орналасқан. Бірақ соның өзінде диалекті қатты дамыған. Себебі бір облыстың немісі менен екінші облыстың немісі бір-бірінің, мысалы, түсінбеуі мүмкін. Себебі диалекті қатты дамыған. Яғни екі түрлі бір тілде сөйлеп тұрғандай болады. Сондықтан ол жақта Hochdeutsch деген бар, яғни әдеби неміс тілі, яғни бүкіл Германияда өмір сүретін немістердің жалпы общий тілі ол жаңа Hochdeutsch деп аталады, әдеби неміс тілі. Ал мысалы біздің Қазақстанда керісінше территориямыз өте үлкен. Мысалға солтүстік пен оңтүстіктің де арасында қашықтық 1700 километр. Батыс пен шығыстағы ара қашықтық 3000 километрға дейін жетеді. Халық өте алыс орналасқан, тығыз емес. Мысалға қаншама ғасырлар бойы бұрын, мысалға, небір тарихи оқиғалар болды, мысалы, соғыс болды, қаншама ғасырлар бойы, мысалы, отар, басқа жаңа Ресейдің отары болып келдік, ашаршылық болды. Ол кезде, мысалы, бұрынғы заманда, мысалға, интернет қаттамаған, қазіргідей жаңадай телевизор жоқ, радио жоқ. Бірақ соған қарамастан халық бір-бірінен алыс орналасса да, мысалға, біздің тіліміз таза, еш бұзылмай осы уақытқа дейін жетіп келді ғой. Яғни бір облыстың қазағы мен екінші облыстың қазағы бір-бірін сөйлесе, қазақ тілінде жақсы бір-бірін түсінеді. Мысалы, диалекті қатты дамымаған. Енді арасында бар шығар бір кішкене жаңағыдай сөздер, бірақ ол ешқандай, мысалы, әсері жоқ. Айтайын деген, яғни енді 30 жыл болып тәуелсіздік алдық, бір мемлекет болып, мысалы, тағдыр бізге сыйлап отыр, мысалы, тәуелсіздік жаратушы тәуелсіздікті сыйлап, яғни ел болып, өз тіліміз бар, өз территориямыз бар, бірақ соған қарамастан қазіргі кезде қазақтар әлі күнге шейін жаңағы сол бұрынғы жаңағы қателік, бұрыннан келе жатқан бөлінуді жақсы көреді, руға бөлінеді, қайта-қайта өзінің руларын айта береді, мақтана береді, немесе жаңағыдай еліктегіш, арабтарға еліктейді, араб құлдар болады, немесе орыстарға еліктеп, орыс құл болып, орыс болғысы келеді. Мен ойлаймын, бір басқа берген бақты бағалап, яғни өз елімізді дамыту үшін өз тілімізді құрметтеп, яғни өз тілімізді білген дұрыс шығар. Себебі осыншама қаншама ғасырлар бойы біздің тіліміз таза күйінде жетіп отыр осы уақытқа дейін, бұзылмай.